болмай толық пісіп шығатын өте дәмді лүпілдек оладьилардың рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығатын сәтті рецепттердің бірі. Міндетті түрде маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды және де қантымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша қанты ерігенше араластырамыз. Мендегі жұмыртқа қолдың жұмыртқасы. Біркелкі араласқаннан кейін үстінен айранымызды құямыз. Айранда менде қолдың айраны, қолдікі болса да қатты қою емес, байқасаңыз. Және де айранның температурасы маңызды емес. Міне осында жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен жарты шай қасықтан тұз және де ас содасын салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Сода қосылғандықтан реакция жүріп, біздің массамыз көпіршіп, кішкене көтеріледі. Енді осының үстінен електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін ғана қосамыз. Түйіршіктері кеткенше жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп алыңыздар. Сол кезде лүпілдек әдемі болып шығатын болады. Міне осындай түйіршіктері кеткеннен кейін ұнымыздың екінші бөлігін қосамыз да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сіздердің айранның қоюлығына және де жұмыртқаның көлеміне байланысты кішкене егер сұйықтау масса болып жатса, кішкене ұн қосып жіберуге болады. Міне осындай масса болу керек, осындай қоюлықтағы. Енді осыны шет-шетін жинап, осындай кондитерлік мешокқа салып алам. Егер бұндай кондитерлік мешок жоқ болса, қасықпен де құйып пісіре беруге болады. Оның маңыздылығы жоқ. Енді табамызға май құйып қызғаннан кейін, міне осылай мешоктың үстіне мен осындай насадка, вупипайдың шаригін жасайтын насадка салып алған болатынмын. Осылай міне сіздерге түсінікті болсын деп көрсетіп жатырмын. Осылай құйып шығамыз. Және де баяу отта пісіретін боламыз. Газдарыңыздың жануына байланысты қатты баяуға да қойып қоюға болмайды. Міне осылай барлығын құйып шығамыз және де асты қызарып, әдемі болып пісе бастаған кезде екінші бетіне аударамыз. Екінші бетіне аударғанда біздің оладьиларымыз екі есе үлкейіп, осындай көтерілетін болады. Осылайша баяу отта екі жақ бетін әдемі қып-қызыл болғанша жақсылап пісіріп аламыз. Пісіп шыққан оладьиларымызды қағаз салфетканың үстіне сүзіп аламыз. Міне осымен біздің өте дәмді лүпілдек оладьиларымыз дайын. Тосаппен, қаймақпен ұсынсаңыз